Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін біз өте жұмсақ болып шығатын үй жағдайындағы круассан жасайтын боламыз. Ол үшін ыдысымызға ең алдымен жылы сүтімізді, шекер, тұз, ашытқы және сұйық майларымызды қосып, барлығын араластырамыз. Кейін бірнеше бөліктерге бөліп қоса отырып, ұнымызды араластырып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырларыңызды илеп болғаннан кейін ең соңынан жұмыс жасау оңай болу үшін сұйық майды бір-бір жақалап жағып шығасыздар. Кейін оның бетін тез ашитындай жауып және жылы жерге қойып қоямыз. Көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз әдемі болып көтерілді. Енді осы қамырды бір қайтарып жіберіп, кейін ыдысымыздан алып, бірнеше бөліктерге бөліп шығамыз. Осындай менде шағын 6 бөлік болып шықты. Енді осыны домалақ етіп, формалап әдемі қылып шығамыз. Яғни қамырмен жұмыс жасау оңай болу үшін. Енді осы бөліп алған қамырларымызға азғантай ғана ұн себелеп, оқтауға жабыспаса болды. Жақсылап жайып шығасыздар орташа қалыңдықта. Қатты қалың немесе жұқа болып кетпеу қажет. Қалған қамырларды да тура осылай жайып шығасыздар. Және жайып болғаннан кейін алғашқы қамырдан бастап орталарына еріп тұрған бөлме температурасындағы сары майымыздан жақсылап жағып шығамыз. Барлығының ортасына майды осылай жағып болғаннан кейін ең астындағы мен бетіндегі қамырды бір-біріне біріктіріп шығамыз. Яғни жайған кезімізде ортасындағы майы шығып кетпес үшін әдемі болып жайылады. Енді осы қамырымызды ең алдымен қолдың күшімен бір-бір басып жібереміз. Кейін орташа қалыңдықта қатты қалың немесе жұқа етпей жақсылап жайып шығамыз. Қамырымызды жайып болдық. Енді видеода көрсетілгендей жақсылап кесіп шығамыз. Мен бұның салмасына варенье мен шоколад салдым. Сіздер де өз қалауларыңыз бойынша салсаңыз да болады. Вареная сгущенка, джем салсаңыздар да өте дәмді болып шығады. Қамырларыңызды ораған кезде ең алғашқы басын бастырып барып ораңыздар. Сол кезде ортасындағы салмасы сыртына шығып кетпейтін болады. Қыздар, егер менің рецепттерім ұнап жатса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Барлығын орап болғаннан кейін бетіне жұмыртқаның сары уызын жағып шығамыз. Кейін 180 градуста қызып тұрған пешімізге беті қызарғанша пісіріп аламыз. Круассандарымыз дайын, өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер.